Сәлеметсіздер ме желі қолданушылары? Ақын, аудармашы, ғалым атты Ахмет Байтұрсынұлына 150 жыл толуына орай видеоролигімізді назарларыңызға ұсынамыз. Ұлттық мәдениет пен әдебиеттің, білім мен ғылымның туын көтерген, қазағым деп жүрегі соққан, халқын алға жетелеуге ұмтылған, оның зердесіне сәуле түсіріп, санасын оятқан Алаш тобының рухани көсемі, тіл білімнің атасы Ахмет Байтұрсынұлы. Ахмет Байтұрсынов ұлттың ұлы ұстазы, ағартушы ұстаз, тілші ғалым, аудармашы, ақын, ауыз әдебиеті үлгілерінің жинаушы, өз халқын сүйген патриот адам. Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы Торғай уезінің, қазіргі Қостанай облысы Тосын болысында дүниеге келген. Қазақтың ақыны, әдебиет зерттеушісі, ғалым, түркітанушы, публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері. Қазақ халқының 20 ғасырдың басындағы ұлт азаттық қозғалысы жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы ғалым, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы, Алашорда өкілеттілігінің мүшесі. Ахмет Байтұрсынов ең алдымен қазақ балаларының ана тілінде сауатын ашып, әрі қарай қазақ тілінде оқуын жалғастыруға көп күш жұмсаған ағартушы. Ағартушылық мақсаты өз алфавитін жасау, оқулықтар жазу. Осы мақсатты орындау үстіне ол қазақ тілін, оның дыбыстық жүйесі мен грамматикалық құрылысын баяндап, талдап танытқан зерттеуші, әлі сол зерттеушінің негізінде әліппе, маса, қырықмысал атты оқулықтарын жазған. Ұрпақ тәрбиесіндегі ұлы жол, тарих беттерін парақтап, Ахмет Байтұрсынұлы сынды тұлғаларды үлгі алу, мемлекетімізді нығайтудың өткір нышан екенін сөзсіз. Біз әуелі елді түзетуді, бала оқыту ісін түзетуден бастауымыз керек деген Ахмет Байтұрсынұлының биыл осылайша ұлықталатын қуантарлық жағдай. Бұл да азаматтықтың арқасы. Өйткені қазақты аяусыз қырған Қызыл империя тұсында алаш арыстарының аттарын атаудың өзі қылмыс саналды. Ендеше туған халқының бостандығы